Бәріңе сәлем, сіздермен бірге 362 студия. Бүгін біздер C++тен калькулятор жасап көреміз. Бұл калькулятор біздер онлайн компиляторда жасап көреміз. Егер біздің видеоларымыз ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар. Бұл бізге үлкен қолдау болады. Ең бірінші біздер не істейміз? Бұл жерде C++ онлайн компилятор деп жазамыз ағылшынша. Яғни бұл жерде сіздер кез келген компиляторға кіре аласыздар. Мен ең алғашқысына кірейін. Және де біздер бұл жерге жазамыз. Ең бірінші бұл қарапайым калькулятор болады. Include директивасын енгізейік. Include YoStream. Бұл ең алғашқы қолданылатын бағдарламаны қосу үшін қолданылатын кодтар десек болады. Екіншісі using namespace sd. Кез келген бағдарлама ат беру керек болады. Бұл жерде біз қарапайым стандартты ат, бұл жерде using namespace қолданамыз. Және біз функцияны енгізу керек. Бағдарламаның маңызды функциясы int main болады. Int main дегеніміз бағдарламаның негізгі функциясы орындалу басылатын бағдарламаның кіру нүктесі. Int mainнен кейін char op. Char op деген пайдаланушы енгізген операторды сақтау үшін пайдаланылатын char типті op айнымалысын жариялайды. Келесі double num1 өтір num2. Бұл жерде біз бірінші және екінші санды жаз деген нұсқау бердік. Бұл жерде C++ тілінде біз кез келген жолдың соңына нүктелі өтір қоюымыз керек. Себебі егер бұл қойылмаған жағдайда бағдарлама қате екенін анықтайды. Келесі біз coutқа біз жазамыз плюс немесе минус түр көбейту немесе бөлу енгізіңіз. Бұл жерде cout арқылы біз нұсқаулық беріп отырық. Бұл жерде плюс немесе минус көбейту немесе бөлу беріңіз. Яғни бұл берілмеген жағдайда бағдарлама ары қарай орындалмайтын анықтайды. Біз бұл жерде бір пробел қойып кетуіміз керек соңына. Себебі бізде runды басқаннан кейін бағдарлама шыққаннан кейін ең соңында енгізетін кезде біздің санымызбен мына жазуымыз қосылып кетуі мүмкін. Нүктелі өтір және де син және де айтып кететіндей double'да біз ондық сандарды ғана қабылдайтын C++ директивасы. Бұл жерде тек сандарды ғана қабылдайды. Sin op бұл кодта пайдаланушыдан плюс немесе минус болуы мүмкін операторды енгізуді сұраймыз. Sin саны пайдаланушының деректерін оқу және оларды op айнымалысымен сақтау үшін қолданылады. Біздің жазатынымыз бұл жерде санды енгізуін сұраймыз. Cout екі санды енгізіңіз. Бұл жерде беріліп кетуіміз керек, қандай жерге енгізілетінін, яғни бізге енгізілу керек, ол num1, num2-ге енгізу керек. Соны жазып кетеміз. num1, num2. Бұл жерде мына жерде біздің жазғанымыз екі санды енгізіңіздер деп, екі санды бірінші және екінші санды қосылу керек санды енгізеді. Бұл жерде таңба.
яғни біздер бұл жерде тағы да switch операторын қолданамыз. Switch операторы. Switch операторы пайдаланушы енгізген оператор негізінде қандай да арифметикалық операцияны орындау керектігін анықтау үшін қолданылатын оператор. Жерде case плюс cout num1 плюс num2 бұл жерде біз жазғанымыз, егер плюс енгізген жағдайда бірінші num1 мен num2-ні қосылу керек дегенді жаздық. Және дәл сол секілді 4 таңбаға да жазуымыз керек. Біз бұл жерде барлығын жазбай, тек көшіріп алсақ болады. Осылай жаздық. Егер азайту болған жағдайда екі санды, бірінші санды екінші санды азайт. Егер көбейту болған жағдайда екінші санды көбейт деп жазамыз. Және бөлу болған жағдайда екі санды бөл. Екі санды бөл деп жаздық. Бірақ бұл жерде бөлуді сәл реттеуіміз керек. Себебі бөлу екіні нөлге бөлсек, ол бөлінбейді деген секілді, сондай қателіктер болмас үшін жазуымыз керек. num1 num2 нөлге тең болған жағдайда cout қате деген шығару керек болады. Қателік нөлге бөлу дейміз. Және де егер дейтін else дейтін оператор, егерді қосамыз, егер cout екінші санды бірінші саннан бөлетін болса деген num1 бөлу num2 break default мына жердегі жазылған операторлардың біреуіне де сәйкес келмесе, онда код жарамсыз деген енгіземіз. cout қате түр жарамсыз код. Бұл жерде break return дегеніміз шарт бер деген сөз. Шарт бер 0. Осылай біздің калькуляторымыздың коды дайын. Енді осыны жасап көреміз. Қазір кодты түсіндіріп кететін болсақ, бұл жерде плюс, минус, көбейту және бөлу амалдары қолданылады. Көрейік. Бұл жерде плюс немесе минус, көбейту немесе бөлу енгізіңіз. Біз бұл жерде ең алдымен плюс енгізіп көрейік. Плюс таңбасын. Плюс екі санды бір енгізіңіз. Біз ең алдымен 10 санымен қосайық 50 санын.
бұл жерде 60 калькуляторы дұрыс жұмыс істеп тұр, плюсте. Ал минусте ше? Минус 50 азайту дейміз 23 деп қойдық. Калькулятор минуста дұрыс жасап тұр. Ал егер көбейтуді көрейік. Көбейту 55 емес па? 89 мен 10-ды көбейтіп көрейік. Көбейту дұрыс. Енді бөлуді көрсек. 50 бөлеміз. Мен қате жасап жүрдім. Екінші сан. Немесе істейтін бет. Бөлу 50 бөлу 5 деп көрейік. Бұл біздің кодымыз дұрыс шықты. Ең қарапайым калькулятор C++-те жазған болатынбыз. Бұл жерде біздің кодымыз барлығы дұрыс шықты. Егер де сіздер дәл осы кодтарды алғыларыңыз келсе, менің телеграм каналыма жазылып ала аласыздар. 362 студияда. Бұл каналдың сілтемесі менің видеомның описаниесінде болады. Арнаға жазылып, лайк басып отырыңыздар. Сіздің қолдауларыңыз бізге маңызды. Айыңыз оңынан тусын.